Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, дастарханыңыздың сәнін келтіретін ерекше самса дайындайтын боламыз. Ауызда салса ериді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Жарты пиала айранымызға жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Және де енді майымызды салып аламыз. 200 грамм сары майымызды салып алып, ұн қосып, аздап тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін, жаңа пиалада айранымызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр иленген кезде өзі белгілі болады, қолға жабыспай. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Менің анамда көптеген пайдалы рецепттер, тамақтар табасыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, жоғалтып қоймау үшін. Және де қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, бірінші болып шыққан видеомды сіз көре алатын боласыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. Енді 15 минутқа пакетке салып қалдыратын боламыз. Енді етімізді дайындап алатын боламыз. Менде фарш салып, пияз және де қара бұрыш, тұз қостым. Дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты дәміне қарай қоса бересіздер. Салмасын дайындап болғанымыздан кейін, енді қамырын жақсылап қолымызбен осылай жайып алатын боламыз. Енді бірдей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 11 дана шықты. Енді осылай домалақ етіп жайып аламыз. Ортасына етімізді салып, тамшыға ұқсатып бүгіп алатын боламыз. Енді қайшының көмегімен осылай дәл видеодағыдай етіп қырқып аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шығады. Тағы да екеуін, үшеуін көрсетіп жіберейін. Осылай тамшыға ұқсатып бүгіп аласыздар. Еш қиындығы жоқ. Осылай енді қайшымен қиып алатын боламыз. Осылай дайындап, дастарханыңыздың сәнін келтіріп, отбасыларыңызды және де қонақтарыңызды таң қалдырудан еш жалықпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығына ұнайды. Тамаша идея. Осылай барлығын бүгіп болғаннан кейін, енді жұмыртқамыздың сарысын сүртіп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқаның ағыны бағана ішіне салып жібердім. Айтпаған болуым да мүмкін. Қамырымызға қосып жібереміз. Сарысын алып қойып, бетіне сүртіп шығамыз. Енді қара домалақ бұрышымызды көзі қылып жабыстырып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай жабыстырып шығамыз. Дәл видеодағыдай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Печкамызды 200 градуста қыздырып қоятын боламыз. Печкамызды 200 градуста қыздырып пісіріп алатын боламыз. 35-40 минут пісіп шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецепттер салатын боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.